5 мамыр күні марқұм атамыздың жылдығасын берген болатынбыз. Ағайын туыстың көмегімен осылай жан-жақтан келген қонақтарымызды аман-есен күтіп жіберген болатынбыз. Одан кейін менің 2 енем болды. Енді бірінші енем ол жолдасымның анасы, ол кісі мен келмей тұрып ол кісі қайтыс болып кеткен. Ал екінші енеммен мен 2 жылдай бірге тұрған болатынбыз. Одан кейін ол кісі де қатты жаман аурумен ауырды да аяқ астынан қайтыс болып кетті. Ол кісіден бір бала қалды. Азамат 2,5 жасында қалды. Сол сәттен бастап Азамат ешқандай жатсынбай өз баламыздай бауырымызға басып, барынша мейірім мен махаббатымызды беріп өсірдік деп ойлаймын. Енді ол кезде Азамат та кішкентай еді, біз де жас семья едік. Сондықтан да енді кезі келген шығар, уақыты келген шығар деп барлық шындықты енді барынша жұмсақ жеткізуге тырыстық. Барлығын түсіндірдім, айттым. Енді сенің 2 анаң бар, бірінші енді өзің туған анаң, екінші баққан анаң. Осылай жолдасым екеуміз барлығын түсіндірдік. Енді Азамат өсіп қалған бала, сондықтан да мама мен барлығын түсіндім, білем деп солай жылы қабылдады. Енді ұл бала болғасын көбінесе эмоциясын шығара бермейді ғой. Енді ұл бала көбінесе іште сақтайды. Солай енді аман-есен атамыздың жылдығасын бергеннен кейін келесі айда маусымның 7-сі күні біз осылай енемізге кішкене басына барып Құран бағыштап бір мал сойсақ па деп Азаматтың атынан Азаматтың нағашыларымен осылай кішкене ақылдасайық деп осылай келіп қалған жайымыз бар. Ол кісілер деген Азаматқа жақсы қарағандарыңыз үшін деп осылай күйеуіме жаңағыдай шапан маған мата беріп жатыр ғой, құр шықпа, кішкентай екен бөпең деп. Енді бір күн бұрын келіп продуктыны, малды барлығын сөйлесіп осы жаққа әкеліп тастайын деді. Өйткені біз ойлағанбыз мешітте берсек па деп, оған енді осы үлкен үйде берейік, ағайын туысты, көршілерді барлығын жинайық деп. Үлкендердің айтуымен осы үлкен үйде Құран оқытатын болдық. Барлығын енді алдын ала сөйлесіп кеттік. Енді біз жағдай мен келін болып түскен кезімде Азамат кішкентай бір 7-8 айлық еді. Енді жағалап жүріп жүрген кез еді. Сол кезде енді мен де жас болдым, жас семья болдық. Бір жарым жылдай ғана тұрдық та, одан кейін ол кісі қатты ауырды, жаңағыдай денсаулығымен. Солай енем қайтыс болып кетті. Сөйтіп ағайын туыстармен қатты араласып үлгермедік та. Содан кейін енді бұл да біздің бір парызымыз ғой. Енді енеміздің артында қалған аманаты ғой деп, нағашылармен араласын, танысын деп осылай Құран оқытамыз деп шештік. Негізі алдында оқытамыз дегеніміз бір сәті түспей кетті ғой. Мен енді 7 маусым күні енеміздің туылған күні сол күнге Құран оқытып жатырмыз ғой. Сондықтан ағайындар біз жақтан, осы жақтан барлығы келді. Мінекей Луговойдан, Тараздан өзіміздің жолдасымның жағдай туған туыстары келді. Аға жеңгелеріміз, қайнапкелеріміз. Сөйтіп одан кейін дастарханға дайындауға мен ерте келдік. Енді таңертең келіп кішкене көмектесейін деп ертерек конфеттерін, печеньеларын салысып көмектестім, салаттарын істедім. Ал үлкен кісілердің барлығы есік алдында отырып осылай келген қонақтарды қарсы алды. Дастарханды осылай күштеп тұрып дайындадық. Енді барынша кішігірім қылып 3 бөлмені дайындадық. Ең бірінші алыстан келген жаңағы біздің жақтың туыстарын барлығына бірінші тамақтар, шай беріп алдық. Енді тамақ піскенше деп. Үлкен қазанда осылай ет қайнап жатыр, әдемі болып. Енді барлық жаңағыдай әпкелері, сіңілдері, одан кейін Азамат, барлық ер адамдардың басына барып кішкене Құран оқытайық деп осылай басына барып келді. Келгеннен кейін Азамат та көңілі түсіп кішкене жылап алды. Сіңілдері оңай емес, енді бауырдан айырылған деген өте қиын нәрсе ғой негізі. Бірақ енді Алланың өлшеп берген өмірін ғана жасаймыз. Азаматтың көңілі түсіп кеткеннен кейін барып құшақтап, балама айтып жатырмын ғой жұбатып ше. Енді Құдай қаласа анаңа осылай Құран бағыштап тұрасың, бір малыңды сойып, сол кісілерге енді Құран ғана тиеді деп айтып жатырмын ғой. Енді барынша бар ақылымызды барлығы басына барып келгеннен кейін тағы да бір шайымызды беріп алдық енді үлкен кісілерге. Одан кейін барып ет піскеннен кейін енді қамырын салатын боламыз. Енді көбісі маған түсінбей қайта-қайта хат жазып, жаңа бекер айттыңыз, неге олай жасадыңыз, жүрегіне қатты тиеді ғой деп сөйтіп жазып жатыр екен. Жоқ, енді бұл да біздің парызымыз, ол нағашысымен біз араластырмай қоя алмаймыз, я бала да өсті. Сондықтан да біз ойлаймыз дұрыс істедік деп, өйткені араласқан дұрыс екі жақпен. Бәрібір енді анасының артында қалған енді бір не ғой, аманат қой. Сондықтан да осылай Құран оқып және де осы елден дәметкен аруақтарға, Сәрсенбі атаға, Разия апаға, Сәрсенбі ұлы Ақшалға, Ақшал ұлы Әділбаққа, Ақшал ұлы Назымға, Ла илаха иллалла Мұхаммед Расулаллахтың аруақтарға тие берсін. Олардың біліп істеген, білмей істеген күнәларын кешіріп, қабір азабын сақтап, жандарын жәннетке төгер Алла. Раббана атина фид дуния хасанатан, фил ахирати хасанатан,
осылай құран оқыттық, одан кейін барып етімізді сүзіп алып енді қамырын салатын боламыз. Енді көп оқырмандарымнан сұрақ келіп кеткеннен кейін осылай рилс салып, бір видео салып осылай түсіндіріп өтейін дедім. Өйткені күнде өткенде сторис салғаннан бастап қаншама сұрақтар келіп жатыр. Видеоның барлығын алдын ала түсіріп алдым да, бірақ енді салуға уақыт болмай кетті. Сәті енді бүгін түсіп жатыр екен. Осылай видеоны енді естелік ретінде осылай мен парақшамда тұрсын деп салып жатырмын. Күшлеп тұрып осылай тұздығын дайындап алдық, қамырын барлығын әпке салып жатыр ғой. Енді повар қайнапкеміз болғаннан кейін сразу қазанға жүгіреді, осылай тамақтың барлығын реттеп, өзі сүзіп дайындап жатыр. Ал мына жерде тұздық етті тұздығын салып тұрған бір әпке болды. Бұл кісі енеміздің сіңілісі. Сол күні күнде әдем болды, тамақ та енді дәмді болған ғой. Осылай қамырдың барлығын сүзіп бергеннен кейін етті бөліп тарелкаға салып тұрған бір аға болды. Сол кісіге барлығын реттегеннен кейін тамақтың барлығын қонақтарға ұсындық. Құран оқытылды осылай. Мынау беріп жатқан назарымға тие берсін Алладан. Арбақтар, рахмет. Назым қарындасымыз, ағайын, біздің көршіміз бір құран бағыштап едік. Осылай марқұм енеміздің рухына құран бағыштадық, ас бердік, тамақ желініп дастархан жиналды. Ал біз болсақ сыртта отырып еске алдық. Ер адамдар енді сыймағандары далада отырды осылай көлеңкеде. Енді бұл кісілерге, бұл дүниеде ол кісілерге енді тек қана жасаған біздің дұғамызбен оқылған құранымыз ғана жетіп отырады. Жатқан жері жайлы, жаны жанаттан болсын. Осы видеоның соңына дейін көрсеңіздер барлығын түсінесіздер.